Жасым 33-те, ғылым кандидатымын. Енді докторлық диссертация қорғауға дайындалып жүрмін. Жоғарғы оқу орындарының бірінде студенттерге сабақ беремін. Мінезім жұмсақ, сондықтан да болар осы уақытқа дейін біреумен жаға жыртысып, төбелесіп те көрмеппін. Ол менің қорқақтығымнан емес, тек болмашы нәрсе үшін жұдырықтасқанды қаламаймын. Менің принципім мәселені білек күшімен емес, ақылмен шешу. Мүмкіндігінше ешкімді ренжітпеуге тырысамын. Елдің көңіліне қараймын, кешірімшілмін, кек сақтамаймын. Сезімге де селсоқпын. Осы уақытқа дейін ешбір қызға құлай ғашық болып көрмеппін. Жастайымнан білімге құштар болдым. Мектепте оқып жүргенде де бос уақытым болса, кітап оқығанды ұнататынмын. Өзге балалар сияқты ойынға сонша құмартпадым. Бозбала кезімде шын ғашық болып та көрмеппін. Бір сыныптас қыз ұнайтын еді. Ол қызды біздің сыныпта ұлдардың бәрі ұнататын еді. Өйткені ол өте әдемі, көрікті болатын. Киген киімі, жүріс-тұрысы, бар қылығы өзіне жарасып тұратын. Негізі сыныптас қыздар маңдайымда көп айналсоқтайтын. Бірақ жігіт деп емес, менен есеп көшіріп, түсінбегендерін сұрау үшін ғана. Билеуге де екемім жоқ. Сондықтан болар, алда-жалда сауық кешке бара қалсам, шетте сопайып жалғыз тұрамын. Институтта оқып жүргенде де солай болды. Бар уақытым оқуға кететін. Бос уақыт болса, кітапханаға барам. Институтты да, магистратураны да қызыл дипломмен бітірдім. Оқу деп жүріп, жігіт болып қызбен жүрмеппін де. Алғаш студент болған кездері қыздарға барайық деп, жүр деп айтатын жігіттер кейін маған олай айтуды да қойды. Сондықтан болар көп доста арттырмаппын. Бір ғана досым бар. Ол институтта бірге оқыған атыраулық Асхат деген жігіт. Мен оған сабақтан көп көмектесетінмін. Ол қазір бір білдей бизнесмен. Тұрмыс жағдайы өте жақсы. Бір қызы, 2 ұлы бар. Үйлену тойында да болғам. Кейін де 2-3 рет бардым. Әйелі де өте жақсы адам. Барғанда жаны қалмай күтеді. Әр барғанда сен сияқты білім қуып, отбасы құрмаған құрбым бар. Сонымен таныстырайын дейді. Мен аса ыңғай таныта қоймаған соң, одан әрі ол тақырыпты қозғамайтын болды. Ал досым болса, бұл жас студент қыздарға көз салып жүр. Сенің кәрі қыз атанған құрбыңды қайтеді деп қалжыңдайтын еді. Бірақ күндердің күнінде досымның айтқан қалжыңы шынға айналды. Осыдан жарты жыл бұрын өзім сабақ беріп жүрген ақылы бөлімде 4-ші курста оқитын бір қызға көзім түсті. Сабақты жақсы оқиды, әрі көрікті, сымбатты, жарасымды киінеді. Өз-өзіне қарап жүреді. Жымиып күлгені өте сүйкімді. Жүріс-тұрысына, киген киіміне қарап, шамасы бір байдың қызы болар деп алғашында сөз айтуға жүрексінген едім. Сосын ата-анасы кім екенін білейін деп деканаттан барып 3 студенттің құжатын сұрап алдым. Бір ұл 2 қыздың құжаттары қолыма тиді. Маған керегі Айдананың құжаты еді. Қалған 2-і маскировка үшін. Құжатындағы отбасы туралы анықтамаға қарасам, өзге аймақта аудан орталықтарының бірінде тұрады екен. Анасы және өзінен 3-4 жас кіші інісін барын білдім. Кейін білдім, анасы мұғалім, інісі басқа қалада жоғары оқу орнында 1-ші курста ақылы негізде оқиды екен. Құжаттан байқағаным, әкесі жоқ екен. Қуанып кеттім. Әкесі жоғына емес, қарапайым отбасыдан шыққан қыз екеніне. Өйткені байдың қызы болса, маған қарай қоймас деген күдік болатын. Қарапайым отбасыдан екенін білген соң қимылға көштім. Зачет тапсыруға келген Айдананы
кездесуге шақырдым. Ол келісті. Көзінен маған деген бір жылылықты сезгендеймін. Сол күні кешке кездесіп, киноға бардық. Кинодан шыққан соң ұзақ уақыт көшеде серуендеп жүрдік. Содан соң түнгі 1-лер шамасында жалдамалы пәтеріне дейін шығарып салдым. Кеш өте көңілді өтті. Айдана қарапайым, ашық жарқын, әңгімешіл екен. Қызықты анекдоттарды да көп біледі екен, және күлкілі қылып айтады. Мен де шамам келгенше Айдананың әңгімесіне ортақ болуға тырыстым. Байқаймын, менің бойымда да өзгерістер пайда болған сияқты. Бұрын кісімен көп сөйлесе бермейтін мен осы жолы әңгімені жап-жақсы айттым. Үйге келген соң кірпік ілмей таң атырдым. Келесі күні жұмыста ұйқым да келген жоқ. Шаршауда сезінбедім. Қайта күндегіден де сергек жүрген сияқтымын. Тіпті өзімді аяғым жерге тимей қалықтап жүргендей сезіндім. Араға бір күн салып тағы кездестік. Ол күнді де тамаша өткіздік. Сол күні алғаш рет қыздың бетінен сүйдім. Айдана да қарсылық танытпады. Келесі кездескенде ұнататынымды айтамын деп шештім. Айдана зачеттарын тапсырып біткенше 1 апта өтті. Зачеттар біткен күні кафеге барып атап өттік. Айналадағылар маған қызыға да, қызғана қарайтын сияқты. Өзімді ең бақытты сезінген кезім осы болды. Сол күні көңілімді білдірдім. Ал Айдана қабыл алды. Сол күні алғаш рет қыз бен жігіт болып сүйістік. Ұзақ сүйістік. Бақыттан басым айналды. Сессия біткен соң Айдана ауылына кетті. Енді 20 күннен кейін келуі тиіс еді. Күнде бірнеше рет телефон арқылы сөйлесеміз. 20 жылдай өтпей қойған 20 күнде бітті әйтеуір. Айдана 1 күн бұрын келді. Сол күні бірге қондық. Айдананы бұрынғыдан да жақсы көре бастадым. Ендігі өмірімді онсыз елестете де алмаймын. Жиі кездесіп, кештерді бірге өткізетін болдық. Бақытты күндер осылай жалғасып жатты. Бір күні Асхат досым жұмыс бабымен Алматыға келді. Хабарласып, қонақ үйге орналасқанын айтты. Кешке оны-мұнымды алып қонақ үйге бардым. Барсам, бөлмеде өрімдей бір қыз отыр. Атыраудан бірге келген екен деп ойлаған. Сөйтсем ол шақыру бойынша келіп қызмет ететін қыз екен. Досымның айтуынша, бір түнге $300 алады. Жас қыз менен қымсынар емес. Қайта, ертең сізге құрбымды ертіп келем деп мәз-мейрам. 3-4 сағат отырған соң мен де жатақханаға қайттым. Досым ертеңіне дейін, кешке дейін шаруалармен жүретінін, босаған соң хабарласатынын айтып, қызбен бірге қонақ үйде қалды. Ертеңінде Айдананы кездесуге шақырып едім. Ол ренжімеуімді өтініп, уақыты болмай тұрғанын айтты. Кешке досым хабарласып, саунаға тапсырыс беріп қойғанын айтып, сағат 9-да сонда келуімді өтінді. Бір шаруаларым кештеу бітіп, саунаға 10-ға қарай бардым. Саунаға бас соққаннан қыздардың саңқылдаған дауыстар естілді. Кірсем, досым 2 қызбен отыр. Бірі кешегі қонақ үйдегі өрімдей қыз, екіншісі өз көзіме өзім сенер емеспін. Айдана, екеуміз де әруақ көрген кісідей тілден қалдық. Ана қыз мені мазақ етіп тұрғандай, мен сізге құрбымды ертіп келдім деп сақ-сақ күледі. Досым бірдеңені сезгендей, үнсіз Айдана екеумізге кезек-кезек қарады. Одан әрі не болғанын білмеймін. Есімді жисам, көшеде жүгіріп келем. Кеудеде өксік, көзде жас толы. Сол сәтте өз-өзіме қол салғым да келді. Түнде Айдана бірнеше рет телефон соқты. Тұтқаны көтермедім. Реніштен емес, ренжісіп қаламыз ба деген қорқыныштан.
Сол сәтте Айдананы жан тәніммен сүйетінімді, онсыз өмір сүре алмайтынымды, ол үшін өлуге дайын екенімді сездім. Бірақ ертеңінде досым Атырауға қайта барып, мән-жайды ұққанын, түбегейлі шешім қабылдауға асықпауымды, менің қай шешімімді де құптайтынын айтып менімен қоштасты. Сол күні кешке Айданамен кездестім. Ол осындай әрекетке барғанын інісі оқуға түскен соң ақшадан қысылған кезде құрбыларының үгіттеуіне ергенімен түсіндірді. Және менімен кездесіп жүрген 6 айдан бері ондай жағымсыз әрекетке бармағанын айтты. Ал кеше құрбысы өлердегі сөзін айтып, соңғы реттеп саунаға баруға көндіргенін, оған қалай келісім бергенін өзі де түсіне алмайтынын жеткізді. Кешірім сұрап, енді ондай әрекетке бармаймын деп анасының ақ сүтімен ант етті. Қазірде Айданамен кездесіп жүрмін. Өткенді сызып тастап, түсініксіздікпен қарап, оны кешірдім. Өйткені мен оны шын сүйемін. Оның да мені сүйетінін білемін. Бірақ екеуміздің арамызда бір кедергі пайда болған сияқты. Ол кедергіні қалай жоюға болады? Жоя аламын ба? Жоюым керек пе? Ақыл қосар досым да жоқ. Сіз қандай кеңес бересіз?